Міне тамаша, балалар өздері қоқыстарын өздері арнайы жәшікке салуға апарып жатыр. Мінекей балалар өздері демалып жүр. Тамаша. Жастар міне осындай болу керек деп ойлаймын. Өте культурный, мәдениетті. Бұл біздің мінекей Қызылорда қаласы, біздің рәміздер алаңының арты. Өте ерекше атмосфера. Бұл біздің мінекей Сырдария өзені. Сырдария өзені. Бұл біздің Сырдария өзенінен бас қақпамыз, Тасбөгеттің символы іспеттес, қойылған арнайы плотина. Қазіргі таңда жұмыстар жүргізілуде, күрделі жұмыстардан өтуде. Тасбөгеттің бөгеті, Тасбөгет. Мекені ар жағында демалып, өздері кешкілік серуендеп, балық аулап, ермектерін бос өткізбей, бір пайдалы іспен айналысып, тынығып отыр деп айтсақ болады. Сәке, өзің не дейсің? Бір жалпы Рәміздер аллеясы өте керемет, тамаша, әдемі. Тамаша осындай жердің бар екендігі, ол табиғатымыздың экологиялық болса да қанша деген тау жоқ деген сияқты нелер көзқарастар қалыптасқан. Стереотипте, аха. Соларды мысалы осыған дәлел ғой. Әрине. Одан бір бөлек бір айта кететін жайт бар, ол бүгін кеше болып жатқан дүние емес. Қай жаққа тұрайық? Мынау мен көрсетіп тұрған. Мынау дүние бізде шаңырақ деген дүние да. Қазақтың шаңырағы қашанда биікте болған ғой негізі. Бірақ біз бұл енді шамалы ойлау нәрсе ғой. Белге төмен болып тұр да, мысалы белмен бірінші. Бірақ көптеген ғимараттарда, көптеген мекемелерде, әсіресе мемлекеттік мекемелер болсын, жалпы кім болса да, дарбаза болсын, жеке тұрғындар болсын ше. Реті келсе, рәмізді шаңырақты төмен түсірмеген абзал да. Бұл қазақтың ең құнды дүниелерінің бірі ғой. Мысалға елтаңбаның өзінде бізде ортасында орналасқанда белгіленген. Мынау біздегі әсіресе дәнекерлеуші дейді ғой, сварщик азаматтарға ұсынысым ғой. Әрине, дұрыс. Алдағы уақытта бұндай дүниені жасамаған абзал реті келсе. Ол шаңырағы түсті деген сөз, ол жаман ырым ғой негізі. Сондықтан әрқашанда қазақ елінің шаңырағы биікте болсын. Биікте болсын. Тем более осындай Рәміздер аллеясында осындай бір құнды дүниелерді алдағы уақытта ескереді деген сенімдеміз. Жалпы сол. Рахмет, Сәке. Просто осындай рәміздерді көрген кезде шамалы ішің қынжылады да. Мынау тамаша ою-өрнектермен әріптескен мысалға ше, келтіргенде оюдың сызбасын ше. Бірақ шаңыраққа келген кезде шаңырақты төмен қойған шамалы идеологиялық тұрғыдан дұрыс емес деп ойлаймын, өзім жеке тарапынан ше. Әрине, дұрыс. Әр адам өзінің ойын айтуға өз құқысы бар. Бірақ дегенмен сіздің ұсынысыңыз дәнекерлеушілерге алдағы уақытта ой саларлық іс деп ойлауға болады. Заказчиктерге, тапсырыс берушілерге де. Иә, дұрыс айтасыз. Бір осы тұрғанда бір атмосфера бөлек жалпы. Атмосфера бөлек, иә. Талдардың да осы бұрын біз бала кезімізде үйретті ғой, осы талдарға астына осы әктейтін себебі құрт-құмырсқалар, яғни зиянкестер, жәндіктер келмесін деген дүниені біз солай ойымызға ойып тұрып түсініп өстік та. Негізі бұл шынымен де сол дүние ма? Қалай ойлайсың? Бұл көзқарас, жаңа зиянкестерден қорғаудың бірден бір жолы деп табылады. Бірақ бізде егерде агроном азаматтар болатын болса, негізі мен өзім агроном емес, бірақ кейбір агроном азаматтар талды жейтін өзінің құрттары болады. Төменнен түспейді, ол жоғарыдан жасылды жеп қояды ше. Ол әсіресе біздегі қылқан нелер бар жалпы. Қалай айтсам, бір талдар бар бізде өсетін. Сол талдар жеп қойды. Қандай тал? Тораңғыл? Тораңғыл емес, анау. Қарағай? Жаңа біздің офис бар ғой. Сол жақта бір нелер бар, талдар бар, ертең алдағы уақытта көрсетемін. Яғни оның әлі обработкасына бюджеттен ақша әлі қаралған. Бірақ конкурстың жаңа госсовкіде өтуіне байланысты әлі жеңімпаз азамат танылмағанда. Бірақ өкінішке орай уже біз жаз маусымына келдік. Ол негізі обработка жұмыстары қыстың күні, яғни январь-февральда ойнатылса, көктемге дейін ол уже обработка жасалу керек. Ес табылу керек. Көшік атпай жатып жасалу керек та ол. Сондықтан осындай ағаштарды енді обработкасы болған кезде бұл біздегі ескі метод қой.
Ал енді мынау 20 ғасырдағы жалпы мынау кеңес үкіметінің тұсындағы жасалған обработка болып есептелінеді. Ал бірақ қазіргі обработкалар ол жоғарыдан беріледі. Кеше мынау коронавирустың кезінде сол азаматтар обработка жасалған кезде көп адамдар халық түсінбей ол кісілерді сабап жатты ғой. Сол обработкалар жаңағыдай арнайы бір техникалармен шашылады болған. Яғни талдарды зиянкестерден қорғайды. Мынау парковкасы. Яғни көлік тұрады. Бізде енді көбіне осы әдемі жерлеріміз көбіне бізде құлып тұрады негізінен. Жоқ, негізі өкінішке орай құлып тұрады. Себебі неге? Мына әдеміліктің бәрін құтады ғой. Оның негізі бұндай парктерге, жалпы бұндай аллеяларға кіруге негізі ход қою керек қой, содержанияға ше. Ну, хотя бір 100 теңгеден адам басы кірген кезде деген сияқты. Сол кезде выгодно болады бұл. Ол да кейбір адамдар бюджетке тиімді, жақпасын, бірақ мына әдемілікті ұстап тұру керек қой. Әрине. Табиғи әдемілік тұр ғой. Бөлек атмосфера. Енді жалпы ертең келе жатқан рәміздер күніне орай бұл жақта бір қызу дайындық болып жатқаны байқалады. Себебі бізде газондар бізде өспейді ғой. Мына кісілердің мына жерге ше газоннан гөрі бағана өзің айтқандай не жоңышқа ексе әлдеқайда мен айтайын деп жатырмын осы. Мінекей мына жерге газонды әкеліп олар өздері төсеп жатыр да. Менің жалпы өзімнің ұсынысым осы жерлерге біз газонды сырт жақтан алдырмай-ақ, неге біз өзіміздің кәдімгі жоңышқан екпеске. Оның ешқандай қиындығы жоқ, төрт орамыз. Бір жағынан шөп мәселесінде шеше алмай жатқан адамдарға да жаман болса да көмек болады да. Керек десе дайындап қойса мен өзімде алып кетіп отырамын деген сияқты ғой. О, біздің байрағымыз. Бүгін жел болмай тұр, көрдің ба? Суббота күні келіп, осы жаққа субботникке келу керек қой. Балам бәрін тестіріп шамалы. Келеміз ол бізде. Бірақ өкініштісі суббота күні бізде 4-ші маусым өзі. Әдемі. Бізде осы шыршаларда да өспейді деп еді кезінде бір кісілер. Бұның арнайы өзінің суаратын несі бар? Үрдісі бар. Қылқан жапырақты не ғой? Туя или болмаса жаңағы можжевельник деген ағаштың түрі болу керек бұлар. Бұл нақты шырша емес, бірақ қылқан жапырақты. Мынау бірдей сияқты. Русланнан сұрау керек қой. Гардингізларданың жетекшісі. Сол кісі біледі дейсіз ғой. Сол кісінің еңбектері де болуы мүмкін. Мүмкін. Тоғызыншы класстың балдары болу керек негізі. Сондай ау, Бірақ біледі қай жерге келіп демалу керектігін, Қазіргі жастар ерекше негізі. Мәдениетті осылай өздері демалып, көңіл күйлерін көтеріп, қастарында жетекшілер бар, Анау полиция пункттері бар ғой, орнатылған 7 миллионға 9 миллионға ше. Қаланың әр шетінде орналасқан сондай бір бутикті осы жерге әкеліп қою керек қой, участок ойын. Сосын камера қойып, жан-жағының бәріне камера қойып қою керек. Өз тәртіп болады уже, Өзі тәртіп болады. Құрметті біздің көрермендер деп айтсақ қалай болады? Яғни біздің тағы бір бөлгені. Ондай дүние бар. Мына бетте бізде Дария ғой, Сырдария да. Мына бет бізде Сырдария. Бәлкім жаңағыдай нелерді участковыйдан бөлек бізде су құтқарушылар дейді ғой. Бәлкім соның да нелерін қойған абзалырақ болу керек арғы бетте. Яғни МЧС төтенше жағдай департаменті. Сол нелерді ұйымдастырса, нұр үстіне нұр болып кетеді да. Әрине. Кемелденіп бұл жер. Саясат жынды кетіп отыр ма? Тамаша, міне еңбектеріне береке тілейміз. Еңбек еткен жалпы азаматтардың барлығына. ЖКХ-ға рахмет. Осындай тамаша атмосфераны сыйлап жатқан. ЖКХ жарайсың? Тазалық деп айта алмайсың, Тазалық деп айта алмайсың. Тазалыққа да рахмет. Неге айтпасқа? Сумен біріп кетті ғой. Сумен біріп кеткен екен. Енді бұл жерде сумен тікелей байланысы бар ғой. Бұл Дарияның келіп жатқан су екен ғой. Жақсы, рахмет. Бүгін керемет жақсы өзіміздің алғашқы түсіріліміміз болды деп айтсақ болады. Біздің YouTube арнамызға келіп тіркелсеңіздер болады. Сіздермен біз Көзілдірік, Жаспос және Сәкең Сағындық Райымбекұлы, мен Жаслан Болатбекұлы, Жаслан Жақупов.